Армысыздар, Бернард Шоу оптимистердің арманы, пессимистердің қорқынышы орындалады деп тек айтпаған шығар осы. Сол пессимистер әлеуметтік желіде отырып сын айтуға құмарақ. Ал біздің оптимист шабандоздарымыз дәл осы уақытта қандай істер атқарды екен? Тамашалайық. Осы аптада бизнес-шоу шабандоздары өз жоталарын көре бастады. Нақтылы табыспен оған дәлел көрсетуге шабандоздарымыз дайын. Ахметбек Нұрсила кімге сенім артып отыр? Айтқан істеп жатыр. Меніңше осы соңғы жетеді. Талғар Ерғалиді паралап жүр деген сөз шындыққа жанаса ма? Ең арзан сцена болды. Алтын әжеміздің күннен күнге тапсырыстары көбейіп келеді. Зал алтын әже. Чего? Задвание. Бизнес реалити шоудың қызар жағына келгенде аламаннан бір шабандоз шет қалды. Ол кім және неге ойыннан шықты? Осы және өзге де қызықтар миллионға апарар жол реалити бизнес шоуының 3-ші шығарылымында. Мыңдаған шақырымдарға апарар жол сол кішкене бір қадамнан басталмай ма? Сол кішкене қадамнан құралмай ма? Лао Цзы осылай депті. Сөзінің жаны бар. Әлімсақтан бизнес болды десек, қате ойлағанымыз. Осы дәрежеге жету үшін күндер, айлар, жылдар, ғасырлар мен көптеген уақыт қажет болды. Бизнес-шоудың 3-ші аптасы біздің шабандоздардың біліктілігі күннен күнге артып келеді. Бірінші ролиге және менің медцентрімнің видео жарнамасы бітті және оның ең соңғы нүктесі Өткен шығарылымда жігіттер бір-біріне көмек қолын созды деген болатынбыз. Ерғали түсіріп берген жарнамалық ролик Талғарға табыс әкеле бастады. Талғар өз кезегімен қызмет көрсеткені үшін Ерғалиға алғыс айтуда. Онан бөлек Ерғали басқа да түсірілім жұмыстарына бел шешіп кірісіп кетті. Талғар да өз керек адамдарын түгендеп жүр. Кәсібі дамып жатыр. Ал Алтын апамыз өз кәсібін дөңгелетуде. Бізге жеткен бейнесептерге қараңыз, сөзіміз дәлелді болсын. Кардиган, травка. Связала мне Имангалиева алтын. Мягкий, пушистый и теплый. Баймұрат та құлашын кең сермеді. Онлайн химия академиясын ашпақ, соның сайт жұмыстары аяғына жетіп қалыпты. Бүгін біз онлайн химия академиясының сайтын бастап кеттік. Яғни таңертең 7-ден бастап жасап жатырмыз. Біраз қиыншылықтар туып жатыр. Енді соған қарамастан онлайн химия академиясының сайтын Алла қаласа бір аптаның көлемінде іске қосамыз деген ойдамыз. Сайра бір аптаның ішінде бірнеше кездесулер тағайындап, өз кәсібін дамытуға барын салды. Мен Жұмабек Сайра Ахметбек ағайдың берген тапсырмасы бойынша жоғары білікті дизайнер Сәуле Қуанышбек қызымен кездесіп, магниттерге басылатын дизайнер туралы талқыладық. Сайраның тапсырысы бойынша әртүрлі қазақи үлгідегі жобаларды жасап жатырмын. Нартайдың білім саласын таңдап алғаны тегін емес шығар. Қойған мақсаттары бірін-бірі қуалап орындалып келеді. Жарнамадан табыс та тауып, жұмыссыздарды жұмыспен қамтамасыз етуді бастап кетіпті. Ұстаздарға арналған сайттың жалпы дизайн жасап, ұстаздарға арналған шарттар мен ережелерді толық бекіттік. Алдағы уақытта ұстаздарға тілшілерді қабылдап, ары қарай жұмыстарымызды жалғастыра береміз. Арай мен Әсел осы аптада не істеді? Өздері айтсын. Бүгін біз орталыққа кішігірім жиһаз алдық, яғни орындықтар. Осындай міне бірнеше орындық алдық. Бұдан басқа үстелдерге мені жиһазгерге, жиһаз жасайтын адамға тапсырмас бердім. Кіріс шығыс бюджетін 100% орындап тастамасам да өзім орындап көрсем деген ойым бар. Және күнделікті алдыма қойған мақсаттарым бойынша ертең сайт жасау жұмысына кірісемін. Және күнделікті сыр қайнатуымды үзбей жалғастырып келе жатырмын. Өткен аптада айтылған сын саяхатты ширатып алғандай. Қазір мен Ағатау фото студиясында тұрмын. Бұл жерде негізі суретке қажетті мынандай фото рамкілерді бұл кісі жалпы базардан алып жүрген екен. Енді бұдан кейінгі моментте мен өз ұсыныстарды айту арқылы менен алатын болып жатыр.
Африканың бір ауылының маңында папай деген ағаш жемістің ұшар басында өседі екен. Күзде дәл сол жеміс піскен кезде қатты дауыл соғады екен де, ауыл адамдары жерге түскен жемісті мол қылып жинап, жыл бойына қорек етеді екен. Бір жылы күзде ешқандай дауыл болмай, ауыл адамдары түгел аштан қырылыпты. Біздің кейбір бауырларымыздың өмір салты осыны еске түсіреді. Алма піс, аузыма түс деген осы ғой. Ахметбек Нұрсила бизнес бастаулықтарға үнемі осыны мысал етеді. Ал шабандоздарға осы аптада қандай кеңес айтты екен? Құлақ түрейік. Әселге берілген негізгі тапсырмалар жарнаманы өз мамалардың көзіне түсетін жерлерге беру қажет. Сондай-ақ кат тәсілі бойынша 10 адаммен кездесіп селфи жасау. Құралай апайдың көмегіне сүйеніп бюджетін анықтау тапсырылды. Баймұратқа берілген негізгі тапсырма сайт жасайтын маманды өз қаласынан іздеп тауып, соны жасату. Сонымен қатар тапқан пайдасын толықтай суретке түсіріп, жетекшіге жіберу. Алтын апамызға келер аптаға вебинар өткізу, жарнама мәтініне мұқият болу тапсырылды. Арайға да как тәсілі бойынша 10 адаммен кездесіп селфи жасау керек. Кәсібін заңды түрде мемлекетке тіркеп, бюджетін өзі жасап үйрену қажет. Осы аптада бизнес-шоу шабандоздары өз жоталарын көре бастады. Нақтылы табыспен оған дәлел көрсетуге шабандоздарымыз дайын. Ахметбек Нұрсила кімге сенім артып отыр? Айтқанды істеп жатыр. Меніңше осы соңғы ренжиді. Талғар Ерғалиді паралап жүр деген сөз шындыққа жанаса ма? Ең арзан сен алып. Алтын әжеміздің күннен күнге тапсырыстары көбейіп келеді. Алтын әже, чего? Задвание. Бизнес реалити шоудың қызар жағына келгенде аламаннан бір шабандоз шет қалды. Ол кім және неге ойыннан шықты? Осы және өзге де қызықтар миллионға апарар жол реалити бизнес шоуының 3-ші шығарылымында. Отбасылық жағдайына байланысты реалити бизнес шоуға Астана қаласынан онлайн қатысып жатқан Қуанышбай Қабиден ойыннан шықты. Жеңіс үшін тартыс енді 11 шабандоз арасында жалғасады. Саяхат келер аптада 20 керек адаммен кездесіп, 20 селфиге түсу керек. Дәлел болу үшін бір. Екіншіден селфи сұхбаттасушымен арадағы байланысты нығайтады. Содан кейін жаңа табысыңды міндетті түрде қанша жасадың, төленгені, не сенің шотыңа түсті, не болмаса нақты ақша кім бергенде соны фотоға түсіріп, соны дәлелдейтін боласың. Жақсы ма? Ассалаумағалейкум, менің атым Саяхат, осы реалити шоуға қатысушымын. Бүгінгі берген ағайдың тапсырмасынан мен өзіме жалпы негізімен адамдармен сөйлесу жағынан өте кенже, тұңғиық адам болған. Осы барыста ағаймен бірнеше рет кездесіп сөйлесу арқылы мен өзімнің осы жағындағы кемшіліктерімді барған сайын толықтап келе жатырмын. Жалпы бүгін берілген тапсырмалардың ішінде ондай да қатты өзіме ауыр салмақ түсіріп тұрған тапсырмалар жоқ қазірше. Жалпы тапсырмаларды 100% орындауға серт беремін. Талғар мен Нартайдікі қызмет көрсету. Талғарда ауру адамдар оның емін іздеп барады. Нартайға ұстаздар жаңа мақалалар шығу үшін олар да іздеп барады. Бірақ саяхаттікін мен екеуінен де қатты уайымдап отырып, өйткені онда алда 15 күннен кейін стануы келеді. Біз 15 күн өтіп кетті, сонда екі ортада бір ай уақытын жоғалтып отыр. Ар жағында жотасына бір ай уақыт қалады. Сол кезде шықыну керек, сол кезде қамшы басу керек. Бұл енді ұйқыны азайтып, күлкіні азайтып жұмыс істеу керек. Саяхатқа біраз сенімділігім. Бұл бұрын осы рамканы сатқан, то есть нарықты біледі, кішкене сатып үйренген. Енді бұның осалдығы анау күні мен сабақ барысында да қатты бұған кішкене қысым жасадым, қамшыладым арқасынан, жон арқасынан. Бұл кішкене жинақ емес, жалқаулық. Ертең істеймін, бір күн істеймін деп. Бұрынғы сіңіп қалған әдеттілік енді өкінішке қарай 90% қазір жастардың, табысты болмай жүрген жастардың бойындағы жаман бір кесапат осы. Ертең істеймін, бір күн істеймін, алға қарай ұмтылмау. Басында көзінде байқадың ба? Жанарда болып тұрған жоқ, ұмтылып тұрған жоқ. Әйтеуір дүрмекпен бірге бірдеңке алып істеп кетемін. Бұрынғы өмір сүру салтынан тастап басқаға өзгеру қиын ғой. Енді қазір бір жағынан өзінің халық қарап отырғаннан кейін, шығып қалатын қауіп туғаннан кейін кішкене ышқына бастады. Көреміз енді станок келгенге дейін оған жаңа 450 рамка сату керек, соған 450 рамкаға тапсырыс болуға тиіс. Енді Қазақстанда бәсекелестер аздау екен. Бәсекелестер бар болса да көбі динозавр.
оны сату жолын, әлеуметтік жолына сайт жасау бәрін жақсы жібермейді. Сондықтан болады деп ойлаймын. Сайра Қазақстанның басқа облыстарында жүрген өз мамаларының контактысын табу керек. Онан бөлек жаңа магнит логотипін тестілеуден өткізіп, өндірушілерге жіберу тапсырылды. Негізгі мынандай тәсіл бар, проблемаңды маңдайға жазып ал деген. Айтасың, мен проблема осындай. Мысалы, мен айттым, менің мойным ауырады, содан мойным ауырғаннан кейін басында сақина болып жүр деп, мен көргенге айта беретін болсам, бір адам болмаса, бір адам маған жол сілтейді, келісесің бе? Сондықтан проблеманы маңдайға жазып ал. Менде проблема осындай көп табақ сатамын. Менікі мысалы 60 теңгеден алып, оны біреу 500 теңгеге сата алады. Осындай менде керемет нәрселер бар, күнделіктері бар, сызғыштар болады. Менің клиенттерім облыстарда отыр. Қалай солардың WhatsApp-тарын тапсам, жаңағы прайс-лист жіберу үшін. Жақсы ма? Осы проблемаңды туған туысқаныңа, құрбыларыңа, WhatsApp-та бизнес бастауға студенттердің бәрін айт. Біреу болмаса, біреу кеңес береді. Ешкім дұрыс кеңес бере алмаса, мен беремін. Жақсы ма? Кез келген проблеманы осылай шешуге болады. Проблема маңдайға жазып ал да, адамдардан көмек сұра. Сен білмеген нәрсені міндетті түрде бір адам біледі. Жақсы ма? Өзім көзқарасым өзгерді. Осы бизнес бастауға келгелі маған басты әсер еткені ешқашан жалғыз адам өзі жұмыс жасамау керек екен, командамен жұмыс жасау керек екен, серіктес табу керек екен, солай ғана өзімнің кірісімді арттыруға болады екен. Өзімнің көптеген қателіктерімді көріп жатырмын. Ағайға мыңда бір рахмет. Менің қателіктерімді көрсетіп айтып жатыр да, соның арқасында өзімнің табыстарымды молайтып жатырмын. Серіктес деген ұнап отыр маған. Өйткені Сайрада тауардың түрі көп, сондықтан өзі үлгере қоюы неғайбыл. 2 миллионға жете алмаса да жартысына жетіп шығарам екен. Егер бағанағы Батималары мен өзі сияқты Қытайдың деген апайы бар. Және де бір тәсіл жаңағы бұл қалалардағы өзінің алатын адамдарына топтаса да ғой. Соларға тікелей шығатын тәсілдің мен жолын айтайын дедім де, ол да жақсы көмек емес те. Түгел айтып беріп отырсаң, ол соған үйретіп қалады. Соның өзінің ойлау жүйесі қалыптаспай қалады. Мен әдейі солай сынақ жасап отырмын. Жанбота осы аптада тапсырыстар қабылдаған, енді дайын тауардың келгенін күтуде. Сондықтан Жанботаға декомпозиция жасау тапсырылды. Рет-ретмен не істеліп жатыр, не істелмей жатыр. Дедлайны сайт дайындалу уақыты осы 1-2 күнде Алла қаласа дайын болады. Тапсырыстар келіп жатыр. Ол 2 күн дедлайн емес. Дедлайн бәленбай күні, бәленбай сағат деп қойылады. Ол қазақша дедлайн, сен қазақша емес, бизнес дедлайн қойшы. Жұма күні дайын болады. Жұма күні сайт іске қосылады. Ол дедлайн жақсы. Сын болған жоқ, пікірлерді келісемін. Алабаның соңына дейін көштен қалмаймын, соңына дейін барам. Жанботанікі де қиын аға. Жанботанікі өте үлкен. Жотасы биік. Және Жанботаның... Және нөлден бастаған кәсіп қой. Нөлден бастап бірден шүмейнаға секіру деген. Енді Жанботаға осы бір сенімділігім бұл адам жетістікке жетуге өзін программалап қойған адамдар болады ғой. Мен кәсіппен қанша жыл айналысып жүрсің дегенде, бала кезімнен айналысып жүрмін. Кеше өзіне 21-ші ағымдарға бұл ерікті болып келіп, сала таңдай алмай жатқандарды біз әлі шұңқырдан шыға алмай жатыр дейміз. Ол шұңқырдан бір 30-дай адам әлі шыға алмай жатыр. 650 адамның ішінде 30 адамды әлі таңдап алған жоқ. Соларға ақыл кеңес беріп, сол кезде мен алдарына шығарып айттым, 21 жастағы жігіт. Осындай үлкен өзінің алдына мақсат нөлден бастаған бизнесті бірден 3 миллионға жеткізсем 2 айда деп отыр. Мен айттым, қанша жыл кәсіп жасап жүрсің сен? Бала кезінде. Мен сұрадым, әке-шешесі бұны осылай қарай бағыттамаған, өзін-өзі қамшылап, өзін-өзі жарап жүрген бәйге ғой. Бірақ енді жотасы өте жоғарыда. Былай басқа жақтан ақша көрсете алмау үшін соны қадағалау керек та. Оның тағы да басқа бизнесі бар ғой. Содан ақшаны салып жіберіп, кішкене. Бірақ енді оған ондайға ариялы жібере қоймас деп ойлаймын. Біздікі ең бастысы ашық болу және де таза болу ғой. Қазақтың жастары осындай болса екен деп армандаймын да. Осындай айтып, әкеме машина алып бердім. Осы бір жылдың ішінде Алматыдан үй алу керекпін. Бүкіл Қазақстаннан осылай серіктес ашу керекпін деп және де істеп жатқан кәсібі өте бәсекелес көп күрделі. Ұялы телефондардың соның қосалқы бөлшектеріне әкелу, оны қайтадан жөндеу, бәсеке өте көп. Осы жерде бұзып жарып шығамын деп отыр енді. Көреміз аяқ алысын. Бақылаймыз. Нартай журналына рұқсат күтіп отырғаны себепті есеп жұмыстарымен ғана айналысады. Өзі қойған жотасын әр аптаға бөліп, сол бойынша жұмыс атқару керек. Айтылған тапсырма бойынша күн сайын уақытты жоспарлау, есеп беру тәртібі қалай болып жатыр? Күн сайын 10-ға немесе 10:30-ға дейін сол есеп беріп отырамын. Күнделікті беріп отырсың? Күнделікті порталда да жариялап отырмын.
порталда және WhatsApp'та жіберіп отырмын. Содан кейін декларацияңды әлеуметтік желілердің бәрінде қойдың ба? Әлеуметтік желілерге қойған жоқпын, бірақ порталдан. Порталға ол ішкі немене ғана саған келесі аптаға тапсырма, осы аптаға, келесі аптаға бүкіл әлеуметтік желілерге осы неменен қойып, жаңа сөздің құнын декларацияңды қойып, соның скрин шотына көшірмесін жетекшіге жібересің. Жақсы ма? Жарайды. Сен бұлай көріп жатқандар бар, жариялап болмаса, сенде ештеңе болмайды. Сондықтан сол өзің декларацияңды жазып жібердің ғой, қай жерде беріліп тұр? Ол жерде өзім бөлмемде жазылып қойған. Жазылып беріліп тұр. Күніге қараймын соған. Енді қандай бір стресс бар ма? Стресс бар. Өйткені мен осы уақытқа дейін бағанағыдай бұрынғы журналдардың тілшілерімен кездестім. Олар көбісі айтады, журналдан ақша таппайсың дейді. Қазақстанда ешкім журнал оқымайды дейді. Бұл жұмысты істеймін десем, бір 5 ай, 6 айдан кейін ақша табасың дейді. Жалпы мен жоспарым бойынша негізі 1 айда жақсы ақша табуға болады. Стресстің қобалжу бар ғой жүректе. Иә, қобалжу бар. Өмір сүру салтың өзгерді ме? Иә, өзгерді. Күніге азына тұрып, кешке дейін қазір уақытта бос жібермеу керек, соған тырысып жатыр. Барлығын жоспарлап. Жақсы, саған да сәттілік. Аяқ алсың, жақсы. Ахметбек ағай маған үлкен қазір қолдау көрсетті деп айта аламын. Осы егер осы журналды істеп шықсаң, осы кез келген кәсіпті алып кете алатын үлкен азамат болып шығасың деп шықты. Және де осы журналдан қазіргі таңда осы Қазақстанда оқылмайды, сол санын арттырып, үлкен болашақта үлкен журналға айналдырамын. Ағай да маған сенім білдірді. Сол үшін қазіргі таңда үлкен қуаныш сезім үстіндемін. Аға, негізі мен осы Нартайға көңілімде аздап бір күдік бар, күмән бар. Сіздің жай айтатын сөзіңіз бар ғой, шымшық сойса да қасапшы сойсын деген. Сол айтқандай Нартайдың негізгі мамандығы журналшы емес. Және оның ішкі асханасын көп біле бермейді. Екіншіден, журналға жазылу деген өте қазір бізде баяу жүреді. Соны күмәнмен қарап отырмын. Менде де күмән бар негізгі осы қағаз журналда. Бірақ белгілі бір себептермен осында жазылу мүмкіндік бар екенін ол маған дәлелдеді. Енді ары қарай тек қана техника. Екіншісі эксперттігі төмендеу, бірақ талапты болатын болса, табанды болатын болса, Толстой айтқан екен, егер мен етікші болсам, ең керемет етікші болады еді, мен мықты етікші болар едім, жазушы болмасам. Сондықтан адам егер бір бағыт алып, соны зерттеп, соңынан күндіз-түні істейтін болса, ол міндетті түрде нәтиже көрсетеді. Маған риза болып отырғаным, мынау Шымкенттен Алматыға келіп, қорықпай осындай күрделі жобаны алып, және де күнделікті жұмысын істеп отыр да. Енді мен көбінесе мақтамай, көбінесе мен басып, рухын шыңдауға, қамшылауға тренердің негізгі міндеті сол ғой. Қамшылап отыру, бірақтар болады, қамшы салдырмайды. Сол сияқты бәрін тәпті істеп отырған адамға не деп қамшы саласың? Мен ойлаймын, бизнес қиын, бірақ анандай үлкен тауына жетпесе де жобасына жетіп қалар деген үміт бар. Енді көреміз келесі апталарда нақты табыс таба бастап, нақты жазыла бастаған кезде енді қыркүйектің 10-нан кейін белгілі болады. Арман өз саласындағы мықты 10 компанияны анықтау керек. Қыркүйектің 10 күніне дейін екінші вебинар мастер-класстарын өткізу қажет. Арманға да әр аптаға декларация қабылдау тапсырылды. Арманның отбасылық кәсібі ұлттық нақыштағы перделер өндірісі. Өткен жолы Ахметбек мырза лого белгішенің жарамсыздығын айтып, қайта жасатуды тапсырған. Тапсырма жақсы деген бағаға орындалған. Онан өзге жанамалық роликте дайын екен. Үйде отырып өте тиімді оңай бизнес жасағыңыз келе ме? Онда айрықша салтанатты панно пердемен ламбрекен жасауды 2 күнде үйреніп алыңыз. Біз сіздерді мастер-классқа шақырамыз. 2 күнде сіздер үйіңізді керемет әсем ламбрекенмен барқыттан жасалған панномен әрлендіресіз. Әрі алған біліміңізбен тиімді кәсіп бастап кетесіз. 2 күнде жақсы нәтижеге шықпасаңыз, ақшаңызды қайтарып беруге кепіл береміз. Онлайн қатысушылардың ең әдемі жасаған жұмысына жапон тігін аппараты сыйға берді. Қатысушы саны шектеулі, үлгеріп алыңыздар. Толық ақпарат білгіңіз келсе, бізге хабарласыңыз. Көп тапсырмалар берді. Ол тапсырмаларды орындау керек. Ол уақытпен шектелген оның бәрі. Өйткені уақытпен шектеп қоймаса, ол өзімізге де көп уақыт жүре береміз. Өте үлкен бір замечание жасады маған ағай. Бірінші вебинарымызды келесі айдың ортасына деген едік. Соны уақыт өте тығыз болу керек, адам уақытын жақсы пайдалана білу керек деп сондай ұсыныс айтты. Сонымен өте жақын арада енді соны жасайтын болатырмыз. Арман дейді. Мен келіп жатқан біздің шабандоздардың кәсібі бірінен бірі қиындап бара жатыр ма деп қоямын. Армандікі де мәселен қарап отырсаңыз, өндіріс. Біреудің берген дизайны бойынша екіншісі
адам тапсырыс бермеуі мүмкін. Мүмкін енді. Бұларға көп дизайнер керек сияқты меніңше. Бір дизайнмен тарата алмайды ғой. Ол да бар енді. Мен басында айтқам, енді бұның негізгі басқа перделерден, басқадан артықшылығы өте көркемдігі, әдемілігі бар. Жоғарыдағы керемет роликті жасаған бизнес-шоу шабандозды Ерғали Әшірбек. Ерғалиға хромакейде жұмыс жасап үйрену тапсырылды. Хромакейді бір 30-40% үйрендім осы 5 күннің ішінде. Дедлайн қашан соңында үйренесіз? Хромакей деген енді қиын сала болып тұр. Барлығын бір 2-3 аптада үйреніп алуға болады. Полностью. Осы сөз шыңғыс қанша уақыт үйреніп болды хромакей? Бір күннің ішінде болды үйренген. Бір күннің ішінде. Жақсы, Ерғали. Ол 3-4 апталық емес, мен білем, хромакейді бір-ақ күннің ішінде үйреніп алуға болады. Сенің қателігің неде? Қайдан үйреніп жатсың, қалай үйреніп жатсың хромакейді? Хромакейді интернеттен қарадым. Сосын жаңағыда білетін бір маманы, енді ол кісі жаңағыда бір күн арнап маған үйретем деп келді. Енді сол кісімен бір күн жұмыс істеп, содан кейін жақсы нәтиже. Кез келген нәрсені істеген кезде кемінде 3-4 нұсқасын жасау керек, 3-4 адаммен сөйлесу керек. Жақсы ма? Осы видео жасайтын адамдар қалада бәленбай мың, сол хромакейді білетін Алматыда, сол программаны білетін ойлаймын кемінде 1000 адам бар шығар. Саған тапсырма осы аптаның аяғына дейін хромакейді игеріп бір видео жасап шығасың. Ағайдың бізге қарағанда тәжірибесі көп. Ағайдың қасында біз ағайдың өзінің сөзімен айтқанда динозаврымыз ғой. Енді сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Сындарды міндетті түзелеміз. Жақсы қабылдаймыз. Бүгінгі бағдарламаның шығарылымның ерекшелігі мана хабарладық. Келесі бағдарламада біз бір адамды шығаруымыз керек. Не онлайннан, не офлайннан. Кімдер? Бірінші кандидат осы Ерғали болып тұр. Енді ұмтылып өзі басында келген көп жастарды қараймын. Кішкене қуыс кеуде болады да. Мен оларды сендер қурай сияқтысыңдар деп айтамын. Мен осы тауға шығарып жүрген кезде де бәрі қол алып тұрып, қолына жүрегін қойып тұрып, енді аға бір жексен қалмаймын деп уәде береді. Соның артынан 70-80% шықпай қалады. Өте жаман нәрсе, өте бір жаман көрсеткіш. 70-80%, 90%-на дейін айтқан сөзінде тұра алмайды. Ұмтылады, жақсы өмір сүргісі келеді, жақсы адам болып, тауарды адам болғысы келеді, бірақ рух жоқ, қурай сияқты, сабан сияқты, лап етіп жанады да, қызуы жоқ, шоғы жоқ, арай сөнеді деп адам. Жотасы қомақты екі қатысушының бірі Талғар. Ахметбек Нұрсиланың сөзінше, Талғарда жүйе жоқ. Достық Тибет медицина орталығының сайтын тездеп жасатып, әр аптаға декларация қабылдап, аламанда табу керек ақшасын апталарға бөліп тастау тапсырылды. Талғар, сенің үлкен кемшілігіңді айтайын. Сендерде әлі енді осыны бірге бір істесең, осы өрлеу, табысты да өрлеу, қанатын кеңге жаю бір жүйеге түсуге тиіс. Бірақ сендегі жүйе жоқ. Уақытында келу, сабақтарға келу, тапсырманы уақытында беріп, оған кейін есеп беріп отыру жүйесі қалыптаспаған. Сондықтан бізде бұл тәртіп, енді келесі аптада өзің жетекшің бар, шынарға уақытында беріп отырмасаң, не айыппұл салынады, не болмаса осы аламаннан шығарып тастайсың. Жақсы ма? Сен қазір бүкіл қазақстандықтар сені қарап отыр, соларға үлгі болу үшін сен өте жүйелі түрде реактивті жылдамдықпен дамуға тиіс. Жақсы ма? Бұлай сенікі өте халыққа керек, өте керек. Мен көптеген танымал адамдардың, өнер жұлдыздардың, ғалымдардың телевизордан көріп отырмын. Сен емделмей жатқан ауру, емдеп жатырсың. Бірақ жібекте тұта алмаған жүн қылады деген сөз бар қазақта. Білесің ғой? Бұны үлкен бір жүйеге қойып тастамаса, сендер қақалып, батпаққа батып қаласыңдар. Жақсы ма? Енді келесі аптада міндетті түрде табысыңды аптаға бөліп, сонда орындалу. Жоспар, факт. Жақсы ма? Қосымша тапсырмаларды WhatsApp-ыңа бүгін алатын боласың кешке. Жақсы сәттілік тілейміз. Қазір ғана интервьюден шықтық, ағайдың тапсырмаларын алдық. Яғни ол тапсырмаларымыз әлеуметтік желіде парақша ашу, сосын SMM менеджер табу, сосын бағланмен бірге сайтты дайындау. Шоу барысында кезіккен және өзіміздің медцентрдің дамыту барысында кезіккен қиыншылықтарды кезінде өзіміз ағайдан кеңестер сұрайтын боламыз. Жаңа осы студияға кіретін алдындағы қатысушылардың барын айттық. Егер осы аптада кім белгілі бір нәтижеге жетпейтін болса, біз ойыннан шығарамыз дедік. Олардың бойында сәлде бір үрей пайда болды негізі. Қорқыныш пайда болды. Талғар не істейміз? Талғар қалай келе жатыр жалпы? Талғар жақсы келе жатыр. Енді айтты ғой, жаңа табысы 100-ден асып кетеді. Орта есеппен сол 3 миллионды жетуге тиіс деп ойлаймын. Бұрын табысы 1 миллион болды ғой. Бірақ бір кемшілік бар.
бұны жүйелемеу. Кез келген бизнесте оны мысалы болезнь роста дейді. Егер де дамыған сайын бір жүйелеп, бұны бір жүйеге салмаса, ол бизнестің бірінші рахатын көрмейді. Екінші, ол жалғыз емес, бұны мысалы басқа бір бәсекелестер жарайды. Негізі кез келген бизнесті жүйелеп, және оның сервисін, қызмет көрсету деңгейін жетілдіріп отырмаса, ол бизнес құлап қалуы әбден ықтимал. Миллионға апарар жол реалити бизнес шоуы өз нәтижесін бере бастады. Біз аламанға қатысып жатқан шабандоздардың осы уақытқа дейін тапқан табысын көрсетпекпіз. Нартай 100 мың теңге, Баймұрат 142 мың теңге, Ерғали 65 мың теңге, Алтын 34 мың теңге, Талғар 392 мың теңге, Саяхат 10.200 теңге, Арман 22.500 теңге, Арай 160 мың теңге, Сайра 449.250 теңге. Ал Әсел мен Жанбота осы күнге дейін ешқандай табыс тапқан жоқ. 12 шабандоздың бірі өз бағытын өзгертіп көштен қалды. Алда тағы бір шама уақыт бар. Біз келер аптада өз үстіне салғырттық танытқан шабандозды аламаннан алшақтатуымыз мүмкін. Ескерттік, айттық, шешім шабандоздар қолында. Құрметті көрермен, миллионға апарар жол реалити бизнес шоуынан не көргіңіз келеді, не білгіңіз келеді. Өз ойыңызды пікірге қалдырыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін маңызды. Эфирді тізгіндеген Арман Құдайберген. Осымен апталық шығарылым тәмам. Келер аптада дидарласқанша қош, аман болыңыздар.